Қамшының сабындай қайран тірлік. Бір күні шарт сынары әмбек аян. Өмірдің өзі күшті болғанымен өтетіні өкінішті. Тумақ бар жерде өлмек бар дейді шариғат сөзі. Шіркін бәрі орнымен, бәрі ретімен келсе, өкініштің өзені тасып, қайғының қара жаңбыры жаумас еді ғой. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге, келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалғанай амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді зымырай, шалған өмір жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай. Ақылбек Амангелдіұлының ғұмыр дариясы мәңгілік ағысқа ауысты. Арқа ұлының ғұмыры қара жердің үстінде 33 жылмен шектелді. Жастайынан еңбекке араласып, Шарболаттай шынықты. Елгезек, екі сөйлемейтін апталдай азаматтың ауыр қазасы барлық туыс бауырларын есеңгіретіп кетті. Тірліктің басы сайран, түбі ойран деп Доспамбет жырау айтпақшы, ескен желдей, көшкен сеңдей боп, бұл дәуірде өтіп барады. Мына жалған дүниеде ащы мен тұщыдан тұратын өмір дәмінің өлшемі болмайды екен. Ащы татпай, тірлікте тәтті қайда деген. Осындай сұрақ пен жауаптан, обал мен сауаптан өрілетін өмір атты ұлы көш өмірі тоқтамастай, тіршілік таусылмастай көрінеді. Бірақ бұл ешқашан, ешбір жан тұрақтап қала алмайтын, келіп тоқтап өтетін де кететін өткел ғана екен ау. Соңында қалары тіршілікте жиған абырой ғана. Ақылбек Амангелдіұлы бұл дүниенің қызығын тауысып, фәниге көшкеніне 1 жылдың жүзі болды. Ұлың өзің деген қазақта тамаша сөз бар. Ақылбек көрмеген қызықты осы ұрпақтары көрсін деп тілейік. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда, даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау.